Баршаңызға. Есімім Айзада Тұңғышбаева, 50 жылдан асты осы салада киім пішіп тігуді үйретіп жүрмін. Әсіресе пішу сабағын пішіп, моделировать етуді үйретемін. Мұнда сіздер формуласыз, конспектсіз өте жеңіл жолмен үйренетін боласыздар. Мұқият қарасаңыз өте түсінікті. Дәптеріңізді алып, сол жерге сызып жазып отырыңыздар. Өздеріңізге өте керекті нәрселер бұл. Лекал дайындап қойсаңыздар, сол лекалман бірнеше түрлі фасон көйлектерді шығара бересіз. Бүгін мен сіздерге өткен сабақта былай принцесса выточканы көрсеткем. Енді бүгін міне жоғарыдан төмен қарай түсетін выточканы қалай салуын көрсетем. Қыздар, онлайн сабағым бар. Онлайн сабақта мен сіздерге төшкі үтірімен қосып, әдемілік түсінікті қып үйретіп отырамын. Бар жоғы 15 000 теңге. Мінекей, оны бір-ақ рет төлейсіз. Бұл жыл бойына сақталынады. Мен сізбен таңертең 7-ден 9-ға шейін байланыста отырамын. Міне көргендеріңіздер мынандай киімдерді қалай пішуін, бұны қандай киімге қолдану керек, солардың бәрін мен сізге айтып, сызып, лекалын моделировать етуді көрсетемін. Ал кеттік, көрейік. Соңына шейін қарап көріңіздер. Міне қыздар, қазір мен сіздерге жоғарыдан төмен қарай түсетін выточканы қалай пішуін көрсетемін. Бірінші осы түп нұсқаны істеп аласыздар. Түп нұсқаны мен сіздердің YouTube каналында талдап тұрып көрсеткем. Бірінші мойынның көкірегін деп, мені сұяқтан көріп, түп нұсқаны үйреніп алсаңыз болады. Егер білетін болсаңыз, қазір біз жоғары жақтан төмен қарай выточканы қалай салатынын көрсетем. Ол үшін біз мына жерден бір 5 сантиметр аламыз. Міне, ол 5 сантиметріміз мына болады. Біз осыны мынау выточканың нүктесіне қосамыз. Міне қыздар, қосып алдық. Көрсеңіз, осы жақтан выточка түсіреміз. Бұл выточканы түсірудің несі, бізге көрдіңіз жоғары жақтан выточка, бірақ қолтық астындағы выточка болмау керек. Сол себептен біз осы мынау 52 размер, бұл кісінің көкірегі өте дәу болған. Сол себептен 3-3-ден алдым. Негізі 2-2-ден де алсаңыз болады. Ол көкірегіне байланысты, емшегінің үлкендігіне байланысты. Міне мен 3-3-ден алып тұрмын. Қазір мен сіздерге осыны көрсетемін, ары қарай жалғастырып. Алдыңғысында да тура осылай болған. О кезде бізде принцесса выточка болған. Оны көріп үйреніп алған шығарсыздар. Мынаны сіз дәптеріңізге жақсылап сызып, общий тетрадыңызға конспектті жазып алыңыз. Қайта-қайта мұқият көріп, түсініп, конспектті жазып, өзіңіз сызып алыңыздар. Міне енді қазір біз осыны қалай мына выточкасын не қылуды, жоғары жағындағы выточканы қалай ашып сызатынымызды көрсетем. Ол үшін бізге мына жерден толық біз не істейміз, қырқып аламыз. Міне бұлай қырқып, мына выточканы біз алып тастаймыз. Бізге бұның қажеті жоқ. Міне қыздар, алып тастадық. Алғанда осылай болып тұр. Енді бізге мына выточкасын алып тастамақпын. Қазір алып тастайын. Міне бұны алдық. Былай қоя салайыншы бүйтіп. Міне енді бізде әзір қарап тұрсаңыз, әшейін сызық тұр, мына выточка тұр, бірақ мына выточка тұр орында. Енді бізге осыны жауып, мына выточканы ашуымыз керек. Ол үшін біз мына жерден міне бұлай қырқып аламыз. Қырқып аламыз да біз бұны мына жерге шейін жауып тастаймыз. Міне қыздар, жапқан кезде бізде мына жоғары жақтан әдемі болып ашылып тұр выточкамыз. Көрдіңіздер, жоғары жақтан қалай салу керек выточканы. Көбінесе мына моделирование жасаған кезде көбісі жоғары жақтағы выточканы салып көрсетеді. Мен сіздерге өте жеңіл, оңай түсіну үшін осылай көрсетіп отырмын. Міне қазір осы розы матамызға қалай пішетінін көрсетем. Ол үшін мына біз түзу сызықтың бойыманан мынаны қойып аламыз, алдыңғы бөлігін. Артқы бөлігін де қойып аламыз осылай.
бізде қыздар көрдіңіздер, мына жерде тігіс болған. Бұл тігіске біз запас қоспағанбыз. Енді осы жерге біз запас қосып сызып аламыз. Ол үшін біз бірінші төп нұсқаны сызып алатын боламыз. Міне тура осылай. Мен бұл кәжекейді, шестиклинка көйлектерді, шапандарды тура осылай піше беруге болады. Міне қазір толық сызып көрсетейін. Тура осылай сызып аламыз. Үстіне шығып кетті ғой. Міне көріп тұрсаңыздар, әдемілеп мен сызып алдым. Енді бізге, жаңа айттым ғой, мына жерге запас қосамыз. Біз бұл запасымызды 1 сантиметрден аламыз. Міне тере-тере қылып, тура осылай 1 сантиметр запас қосып алатын боламыз. Өйткені бұл біздің тігісімізге керек. Бұл жерге біз запас тастамағанбыз. Міне, мына боковойына қарап тұрсаңыз, боковойында өзінің запасы бар. Енді мына жағына біз тағы да 1 сантиметр запас қосып алатын боламыз. Өйткені тіккен кезде бізде кішірейіп қалмайды. Осы запасты ұмытып кетпеңіздер. Тура осы тере-тере сызықпанан біз қырқатын боламыз. Қырқып алып, тігеміз. Тіккен кезде өзіміздің кәдімгі желеткіміздің, или шапанымыз ба, осы бір лекалманан шапанда, желеткада, көйлекте, бір төп нұсқаманан бірнеше түрі киімді шығараласыз. Сол себептен қыздар, сіздер төп нұсқаны жақсылап үйреніп алыңыздар. Әсіресе қыздар, мына тұстары тура келіп тұру керек. Көкірегіміздің ұшы, міне белгілеп қойыңыздар бүйтіп, иә. Бел мен белі де тура келу керек тіккен кезде. Түсінікті болды ғой дейме? Міне, әзір біз бұны қырқып көрсетемін. Міне, қазір біз қырқамыз. Қырққанда да бұл мынау сызығымызды біз көрсетіп отыруымыз керек, қыздар. Обязательно бұл қалу керек. Өйткені кейін ұмытып қалсаңыздар, көрініп тұрады өз қаядан қырққандарыңыз. Міне, иығын қырқып аламыз. Мына алды. Мен алдын 17 сантиметрдей мына жерге шейін, қырққан жеріме шейін ашықтығын осылай алып алдым. Міне. Енді мына жағын қырқып аламыз. Бұл жағында тура осылай қырқамыз. Қыздар, ұнаса комментарияға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Бұны сызып, қырқып, үйреніп алыңыздар. Сіздерге ұнаса, обязательно жазыңыздар, ұнады, жеңіл екен деген сияқты. Енді өздеріңіз білесіздер, қалай жазсаңыздар да. Міне тура осылай қырқып аламыз. Біздің қара сызығымыз көрініп тұр. Міне әдемі қылып біз қырқып алдық. Көрсеңіз, міне осылай болып тұр. Мына өзінің төп нұсқасы, бұл кішілеу ғана болып тұр. Мінекей қыздар, тура осылай сызып, қырқып үйреніңіздер. Әсіресе мына выточкасымен белдері бірге келіп тұрсын.